Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа жылдық дастарханға осындай 3 түрлі көздің жауын алатын және де дастарханыңыздың сәнін келтіретін өте дәмді, жасалу жолы өте оңай, қымбат емес заттардан жасалатын 3 түрлі салат жасайтын боламыз. Ендеше менімен осы видеоны соңына дейін қараңыздар, толығымен барлығын түсіндіретін боламын. Салат жасауға қажетті заттарды әдеттегідей описанияға толығымен жазып қалдыратын боламын. Ең бірінші салатымыз алтын анар деп қойдым атын. Сіз атын өзгерткіңіз келсе және де идея тастағыңыз келсе комментарияға жазып кетсеңіз болады. Ең бірінші салатымызға керек тауықтың төс еті, оны суға қайнатып пісіріп аламыз және де видеодағыдай соломка етіп, ұзынша етіп тураймыз және де оны бөлек ыдысқа салып қоямыз. Содан соң анарымызды тазалап аламыз толықтай. Анарды ашыған кезде осы видеодағыдай етіп тазаласаңыз, бәрі де тап-таза әдемі болып шығады және де үстіңгі бөлігін алып қоямыз. Бізге ол қажет болады. Одан кейін піскен қызылшамызды осындай үккіштен өткізіп алатын боламыз және біз оны салатқа қоспаймыз, оны бөлек алып қоямыз. Бізге ол салаттың соңында қажет болады. Келесі бізге керегі грек жаңғағы, 1 пиала шамасында жаңғақты осындай пышақпен бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Қажет болған жағдайда осы жаңғақты табаға қуырып алсаңыз болады, онда ол қытырлақ әдемі болып шығады. Қажет заттарымызды дайындап болғаннан кейін салатымызды жинайтын боламыз. Грек жаңғағын және де тауықтың төс етін ыдысымызға салып, содан соң анарымыздың орташадан көп бөлігін салып және сарымсақты осындай сарымсақ езгіштен езіп қосамыз. Дәміне қарай шым-шым тұз және де майонез қосатын боламыз. Майонездің орнына қаймақ қоссаңыз да болады. Енді салатымызды жақсылап араластырамыз және де араластырып болғаннан кейін салатымызды әсемдеуге көшеміз. Салатты жинау үшін бізге осындай кесе немесе үлкенірек пиала қажет болады. Формамыз анар секілді болу керек және оның ішіне пищевой пленканы осылай видеодағыдай төсейміз және де төсеп болғаннан кейін қызылшамызды, үккіштен өткізілген қызылшамызды бір келкі етіп қасықтың көмегімен жағып шығамыз. Ашық орын қалмайтындай етіп қасықтың көмегімен қызылшаны толтырып болғаннан кейін жаңағы жасаған салатымызды осы кесенің ішіне салып, қасықтың көмегімен нығыздап, жақсылап кесені толтыратын боламыз. Осындай бөлек тарелканы аламыз және де жаңағы жасаған салатымызды осының ішіне төңкеретін боламыз және де ақырындап кесемізді аламыз. Салатымыз бұзылып кетпеу керек. Кесені алып болғаннан кейін пищевой пленкамызды да ақырындап алып және де осы бір тегіс қызылшаны үстіне қасықпен тағы да жан-жағын тегістеп жібереміз. Біздің салатымыз анардың формасына ұқсау керек. Дайын болған салатымызды енді осындай пышақтың көмегімен салаттың кішкене жерін пышақпен кесіп, ойық жасап аламыз. Ойылған жерін жақсылап тазалап және де тазаланған жерін анардың дәнегімен толтыратын боламыз. Дайын болған салатымызды анардың төбесіндегі осындай гүлденген жерін ойық етіп кесіп алып, анар секілді үстіне қойып қоямыз. Осындай бізде әдемі салат шықты. Дастарханның көркін ашып, сондай дәмді, ерекше салатты жасап көріңіздер. Келесі біздің салатымыз шырша тәріздес оливье салаты болатын. Енді оны дайындап турап бастаймыз. Ең бірінші бізге картоп қажет болады. Картопты және сәбізді, етті және жұмыртқаның барлығын суға пісіріп алдық және де осындай суыған, тазаланған картоптарымызды 4 бұрышты етіп турайтын боламыз. Егер сәбізіңіз үлкен болатын болса, онда 2 дана етіп алсаңыз болады. Менде осындай майда болғандықтан
3 дана етіп алдым. Жақсылап 4 бұрышты етіп, майда етіп турап алатын боламыз. Бұл жолы мен оливье салатын етпен жасаймын деп шештім. Сіздер колбасамен, шұжықпен жасасаңыздар болады. Тұздалған қиярды жаз уақытысында өзім тұздаған болатынмын. Менің каналымда оның видео рецептісі бар, қажет болған жағдайда көруге болады. Оны да ұсақтап, осындай кішкене 4 бұрышты етіп тураймыз. Шамамен 6-7 данасын алсаңыз болады. Тұздалған қиярыңыз қатты ащы болса, одан азырақ алсаңыз болады. Тұздалған қиярымызды да турап болдық, және де салатымыздың үстіне саламыз. Келесі біз жұмыртқаны турайтын боламыз. Жұмыртқамызды осындай толық піскенше етіп 10-15 минут шамасында қайнатамыз. Келесі біз ет турайтын боламыз. Егер сіз ет қосқыңыз келмесе, тұздалған немесе докторский колбасалар қоссаңыз болады. Мен бұл жолы ет қосуды шештім, және де менде жылқының еті, сіздер кез келген қойдың, сиырдың, басқа да еттер қоса берсеңіз болады. Турайтынын барлығын турап болғаннан кейін осындай консервіленген горох қосатын боламыз. Суын төгіп тастап қоссаңыз болады. Егер салатыңыз сухой болып қалса, яғни құрғақ болып қалса, онда суын қоссаңыз да болады. Одан кейін майонезін дәміне қарай тұзын сеуіп, жақсылап араластыратын боламыз. Салатымызды жақсылап араластырып, дәмін, тұзын көріп, қажет болған жағдайда үстіне қоссаңыз болады. Ендігі мәселе салатымызды әсемдеп тарелкаға қоятын боламыз. Пышақтың немесе күрекшенің көмегімен салатымызды 3 бұрышты формаға келтіріп аламыз. Осындай шырша тәріздес болу керек. Содан соң үстіне аскөкті, яғни укропты сеуіп, жап-жасыл шырша етіп жасаймыз. Аскөкпен салатымызды тегіс жауып болғаннан кейін осындай майонездің көмегімен шырша тәріздес етіп әсемдейтін боламыз. Ойыншықтарының орнына горохты, анарды және де сәбіз, сондай сияқты жеміс жидектерді салсаңыз болады. Мен осындай шыршаның төбесіндегі жұлдызды апельсиннің қабығынан жасадым, және де ойыншықтарына осындай сәбізді және анарды қойып шықтым. Сіздер өз қалаған заттарыңызбен әсемдесеңіз болады. Салатымыз дайын болды. Біз оливье салатын осылай әсемдеп қойдық. Сіздер өз фантазияларыңызға, ойларыңызға қарай түрлі басқаша әсемдеп қойсаңыз болады. Дастарханыңыздың көркін ашып, әдемі көрінетін болады. Келесі біздің үшінші салатымыз 2023 жылдың хит салаты болған руккола қосылған салат. Бұл салатты көбінесе ресторан, кафелерде берілетін оңай әрі тез, әрі өте дәмді салат. Кәнекей бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен руккола жапырақтарын жуып, кептіріп аламыз. Содан соң сабағын кесіп алып тастаймыз. Және де тарелкамызға әсемдеп қойып, мен осылай венок тәріздес әсемдеп қойып жатырмын. Үстіне қызылшаны және де апельсинді әдемі етіп кесіп қойып шығамыз. Апельсиннің орнына мандарин пайдалансаңыз да бола береді, және де қызылшаны үлкен бір дана пайдалансаңыз болады. Менде кішігірек болғандықтан 2 дана етіп алдым. Осындай үлкен етіп кесетін боламыз. Енді салатымызды жинауға көшеміз. Рукколаның үстіне туралған апельсинді немесе мандаринді біртіндеп осылай қойып шығамыз. Содан соң қызылшамызды да дәл солай қойып шығатын боламыз.
Енді салатымыздың соусын дайындайтын боламыз. Бізге 1 шай қасық бал, яғни әсел, содан соң осындай қыша, дәндері бар горчица қажет болады. Содан соң 1 ас қасық зәйтүн майын құятын боламыз. Содан соң барлығын толығымен бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Және осы соусты салаттың үстіне тегіс құйып шығатын боламыз. Және де бұл салатқа кедір жаңғағы қажет болады. Дәл сол уақытта менде болмай қалды. Оның орнына мен әсемдік үшін қара кунжут септім үстінен. Кедір жаңғағын қоспасам да салатым өте дәмді болып шықты. Және де ең соңғы штрих, мына ортасындағы ыдысты алып тастап, осындай венок тәрізді етіп қалыпқа келтіреміз. Және де үстіне осындай творожный сыр саламыз. Осындай шай қасықтың көмегімен ақырындап творожный сырымызды жағып алмай біртіндеп қойып шығамыз. Қалауыңыз бойынша қанша мөлшерде қоссаңыз да өз еркіңіз. Творожный сырды неғұрлым көбірек қоссаңыз, дәмі соғұрлым нәзігірек, әдемірек бола түседі. Негізгі дәмін беріп тұратын осы творожный сыр. Біздің 3-ші хит болып жатқан салатымыз да дайын болды. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші дастарханнан таусылатын дәл осы рукколадан жасалатын салат. Көп уақыт алмай біздің 3 салатымыз да дайын болды. Бұл салаттар әр үйдің дастарханында, мейрамдарда болуы керек салаттар. Маған үшеуі де қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де өз ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, келесіде жаңа видеолар шығу үшін колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.